Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Емізулі аналардың ісінген көкірегін мына 5 әдіспен емдеңіз. Бұл ем көкіректің ісігін кетіреді, емшек ұшының жарылғанын емдейді, әрі жиналған сүтті таратады. Құрметті көрермен, видео басылмас бұрын арнаға жазылып, лайк басып қойыңыз. Омыраудың ісінуі медицина тілімен айтқанда мастит деп аталады. Тұңғышын босанған әрбір ананың 90% сәбиін дұрыс емізе алмай емшегінің ұшы жарылып, сүт толып көкірегі ісіп қиналады. Тіпті бөбегін бауырына алып емізудің орнына сауып беретін немесе енді ғана дүниеге келген сәбиді ана сүтінен айырып, емізуден бас тартып жататындар да бар. Өйткені ісінген омырау қол тигізбей жанына батып ауыртады. Емшек өте нәзік мүше, әрі ерекше күтімді қажет етеді. Емшектің қабынуын медицина мамандары мас дәрі секілді әдістердің көмегімен емдейтін болар. Ал халық емінде ас үйдегі мына заттардың көмегіне жүгінуге болады. Ісінген омыраудың ыстық нанмен емдеуге болады екен. Қалай дейсіз бе? Қызық болса назар аударыңыз. Белінше нанды өзіңіз үйде пісірген дұрыс. Егер мүмкіндік болмаса, пештен жаңадан суырылған ыстық нанды алып, майлыққа ораңыз. Оны омырау ісінген келіншек кеудесіне қойып, жылы оранып жатады. Тағы бір артықшылығы, ыстық нан ана сүтін пісіреді екен. Сонда баланың іші желденіп, аузы уылмайтын болады. Ананың да көкірегінің ұшы жарылмайтын көрінеді. Асқабақ. 450 грамм асқабақты ыдысқа саласыз. Үстіне 1 литр су құйып отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң 1 литр сүт пен 1 ас қасық қант қосып, отын бәсеңдетіңіз. Қайнатпа қоймалжың болғанға дейін ұзақ уақыт қайнау керек. Дайын болған қоймалжыңды аздап салқындаған кезде мақтаға матаға салып омырауға басасыз. Бұл емді әр 2 сағат сайын жасап отырсаңыз, 3 күнде ақ оң нәтиже береді. Қырыққабаттың сыртқы қабығын алып тастаңыз. Ауыр затпен қырыққабат жапырағын ұрсаңыз, шамалы жұмсарады. Жұмсақ жапырақты омырауға қойып жатасыз. Нәрестені емізіп болған соң қырыққабатты қайтадан қоюды ұмытпаңыз. Тағы бір әдісі балмен жасалады. Ол үшін жұмсартылған қырыққабат жапырағына қыздырылған балды жағасыз. Бал жағылған жапырақты омырауға қойыңыз. Сыртынан жылы орасаңыз да болады, немесе төс тартқышты киіп алыңыз. Кір сабын. Қолданылмаған кір сабынды алып, үгіткіштен өткізесіз. Сабынның ұнтағын 2 дана жұмыртқаның сарыуызымен араластырасыз. Дайын болған қоймалжыңды жұдырығыңызбен қысып біріктіресіз. Сосын көкірегіңіздің көлеміндей етіп жайып ісінген омырауға қойыңыз. Сыртынан тағамдық пищевой пленкамен орау керек. Бұл компресспен күні бойы жүруге болады. Қандағаш. Қара қандағаштың жапырағын шыны банкіге толтырып аласыз. Бетіне ертілген сары майды құйыңыз. Қақпағын мықтап жауып, 20 минуттай буулау жасайсыз. Ол үшін банкіні ыстық суға салу керек. Белгіленген уақыттан соң банкіні алып, жылы орап қойыңыз. Аздап жылған кезде дайын болған майды омырауға сіңдіре отырып кезектестіріп жағасыз. Емді күніне 2-3 рет қайталауға болады. Ескеріңіз, біз ұсынған мына емнің қай-қайсысын қолдансаңыз да, бөпеңізді емізетін кезде көкірегіңізді міндетті түрде сабындап жуыңыз, құрғатып сүртесіз. Сосын сүтіңізді біраз бөлігін сығып тастау керек. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Құрметті көрермен, егер де сізге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылыңыз. Сіздерге дәрігер айтпайтын көптеген құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.